Сәлеметсіздер ме достар? Арнаға қош келдіңіздер. Тізенің қақсап ауырғанын бір күнде емдеуге болады. Тізе ауруы жасса да егделерде кездеседі. Тіпті балабақша жастағы балалардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, біздің арнамызда 79% тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Үлкен кісілер қолын тізесінен алмай уқалап ауыратыны анық. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауырғанына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшықет созылғанда тізе ауырады. Ауру ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе созылмалы ауруға ұласып кетуі ықтимал. Тізенің буыны шығып кеткенде, тізенің ісіп кеткенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда, мұндай диагноз негізінде спортпен айналысатын адамдарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Сіңір зақымдалғанда, қатты ұрып немесе алаңсыз құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырсынады. Бұл сіңірдің зақымдануына белгі береді. Артроз бен артрит 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді, аяқтың буыны қақсап, сырқырап ауруына келіп соқтырады. Салдарынан жүріп тұруы қиынға соғады. Тұз байланып, егер аяғыңызда төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Ондай кезде дереу тексеруден өтіп, арнайы ем алуды бастаңыз. Тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылудың үшін 3 кеңеске назар салыңыз. Бірінші кеңес, ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мг бал, 4 ас қасық күнжут, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындау тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжут және бал қосып, тағы да араластырып, бір келкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жауып, тоңазытқышқа сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтың алдында 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғанын жазылып, қуаттанады. Буынның жұмысы жақсарады. Зат алмасу процесі реттеледі. Екінші кеңес: фольга қағазы. Алдын ала ұйқыға жатар алдында фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таң атқанға дейін жатасыз. Осы әдісті 3-4 күн жасасаңыз, ауырғаны басылады. Үшінші кеңеске келетін болсақ, егер тізеңіздің айналасы ісініп, ауырсына бастаса, сарымсақ майына жүгінсе болады. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтап, үгіндіні 1 литр шыны банкаға салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнді 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізенің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұсына жағуға болады. 1 келкі етіп жағып болған соң, сыртын пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емдеуді түнде жатар алды жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет
жасағаннан ақ оң нәтижесін байқайсыз. Ескертетін жағдай айтатын болсақ, бұл емді қолданалардың алдында дәрігермен кеңес алуды ұмытпаңыз. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын достар.